Ешкімде еш нәрседе ұмытылмақ емес. Елбасына күн туған заманда қолына қару алып, қан майданда соғысқан, елінің ертеңіне алаңдаған жауынгерлер елдіктің нағыз үлгісін көрсетті. Отан үшін жанын оқ пен отқа тосқан майдангерлердің ерлігін бүгінгі ұрпақ білет, өнеге тұтады. Мәңгілік рух айдарының кезекті кейіпкері осылай дейді. Карбаев Қапсыбек Карбаева 1920 жылы 22 маусымда Наурызым ауданы Жамбыл ауылында дүниеге келген. 1939 жылы Қызыл армия қатарына шақырылды. Батыс Украина Шепетивка селосында әскери борышын өтеген. 1942 жылдан наурызынан 1943 қыркүйегіне дейін бірінші Қызыл туы гвардиялық мотополк құрамына мотоциклші ретінде қатысқан. 1946 жылы демобилизацияланған. 1946 жылы бастап Наурызым мемлекеттік қорғанның бақылаушысы және қорықшысы болып жұмыс істеген. 1960 жылдан Диевский кеңшарының мал дәрігері малшы болған. 1983 жылы зейнеткерлікке шыққан. Жұбайы балаша екеуі, 7 бала сүйіп, 19 немере 3 шөбере өсірген. Марапаттары екінші дәрежелері Отан соғыс ордені, еңбектегі ерлігі үшін еңбек ардагері медальдары, 5 мерейтойлық медальдары. 1993 жылы 11 қаңтарда қайтыс болып, Әулиекөл ауданы Диевка ауылында жерленген.